Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептер шығару. Сабағымыздың мақсаты екі амалмен орындалатын есепке талдау жүргізіп, оны шығару. Екінші мысал, есептерді шығар, кері есептер құрастырып, оларды шығар. Жеміс салатын сауытта 3 алма және одан 2 есе артық алмұрт бар. Сауытта неше алмұрт бар? Яғни есеп не туралы? Сауытқа салынған алма мен алмұрт жайлы. Бізге не белгілі? 3 алма және одан 2 есе артық алмұрт бар екен белгілі. Және бізге нені табу керек? Сауытта неше алмұрт бар екен табу керек. Есептің шартын жазайық. Алма саны 3, алмұрт саны бізге белгісіз, бірақ алмадан 2 есе артық. Бізге алмұрттың санын табу керек. Неше алмұрт бар екен табу үшін не істейміз? 2-ге көбейтеміз. Есе артық деген кезде көбейтеміз. Сонда шешуі 3 көбейтілген 2 тең 6. Сонда жауабы сауытта 6 алмұрт бар. Енді осы есепке кері есеп құрастырайық. Кері есепті құрастырған кезде біз белгілі нәрсені белгісіз етеміз. Мысалы, былай жазайық есептің шартын. Мысалы, алмұрт саны бізге белгілі, алмұрт саны таптық. Алмұрт саны бізде 6. Ал алма саны белгісіз, алмұрттан 2 есе кем. Енді алманы табу үшін не істейміз? 2 есе кем болса, бөлеміз. 6-ны 2-ге бөлеміз. Сонда тең болады 3. Жауабы сауытта қанша? 3 алма бар. Немесе тағы бір кері есеп құрастыратын болсақ, мысалы, екеуде белгілі дейік, алмұрт саны. Алмұрт саны 6, алма саны 3. Бізге нені табуға болады? Яғни неше есе артық, немесе неше есе кем. Есе артық немесе есе кем екен табу үшін біз үлкен санды кішкентай санға бөлеміз. Сонда 6-ны 3-ге бөлеміз. Сонда жауабы алмұрт алмадан 2 есе артық, алма алмұрттан 2 есе кем. Әлия жылыжайдан 12 сары және одан 2 есе қызыл қызанақ жинады. Әлия неше қызыл қызанақ жинады? Есеп не туралы? Әлияның сары және қызыл қызанақтар жинағаны. Не белгілі? 12 сары және одан 2 есе кем қызыл қызанақ жинаған белгілі, және бізге нені табу керек? Неше қызыл қызанақ жинаған табу керек. Есептің шартын жазайық. Яғни сары қызанақ саны 12, қызыл қызанақ саны бізге белгісіз, бірақ сарыдан 2 есе кем екен белгілі. Енді қызыл қызанақтың санын табайық. Оны табу үшін не істейміз? 2 есе кем десек бөлеміз. Яғни 12-ні 2-ге бөлеміз. Сонда 6. Жауабы Әлия 6 қызыл қызанақ жинады. Әлияның ата-анасы дүкеннен 6 килограмм алма және 12 килограмм алмұрт сатып алды. Әлияның ата-анасы алмаға қарағанда алмұртты неше есе артық сатып алды. Есеп не туралы? Яғни ата-анасы дүкеннен алма және алмұрт сатып алғаны жайлы. Есепте не белгілі? Екеуде белгілі, алмада, алмұртта. Алма 6 килограмм, алмұрт 12 килограмм. Енді нені табу керек бізге? Алмаға қарағанда алмұрт неше есе артық екен табу керек. Яғни алма бізде 6 килограмм, алмұрт 12
килограмм. Және бізге нені табу керек? Алмұрт неше есе артық екен табу керек. Оны табу үшін не істейміз? Үлкен санды кіші санға бөлеміз. Неше есе артық екен табу үшін. 12-ні 6-ға бөлеміз. Не болады? 2. Яғни жауабы Алияның ата-анасы алмаға қарағанда алмұртты 2 есе артық сатып алды. Нөмірі 3-ші мысал, қысқаша жазылуы және сызбасы бойынша есеп құрастыр. Есеп құрастырғанда да бұл 3 сұрақты қоямыз дедік. Есеп не туралы? Тоқаш пен бәліш туралы. Есепте не белгілі? Тоқаштардың саны 5 екені, бәліш бізде белгісіз, бірақ 2 есе артық екені белгілі. Есепте нені табу керек? Яғни қанша бәліш бар екенін табу керек. Олай болса, бізде есептің мәтіні мынандай болады. Яғни мысалы, дүкенге 5 дана тоқаш және одан 2 есе артық бәліш әкелінді. Дүкенге қанша бәліш әкелінді? Енді сызбасын қарастырайық. Және міне 5 тоқаш бұл және 2 есе артық бәліш. Бізге осы бәліштің санын табу керек. Шешуі. Яғни бәліш санын табу үшін 2 есе артық дейді. Не істейміз? Ендеше көбейтеміз. 5-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 10 болады. Жауабы дүкенге 10 бәліш әкелінді. Есептің сұрағын 2 амалмен шығатындай өзгерді. Қысқаша жазылуын қарастырайық. Бізде есеп жаңағы не туралы? Тоқаш пен бәліш жайлы. Тоқаштың саны 5 дана, бәліштікі белгісіз, бірақ 2 есе артық. Және 3-ші бізде сұрақ пайда болды. Яғни барлығы сонда қанша тәтті өнімдер әкелінген табу керек. Яғни ендеше есептің мәтіні осындай болады. Яғни дүкенге 5 дана тоқаш және одан 2 есе артық бәліш әкелінді. Сұрақ: дүкенге барлығы қанша тәтті өнімдер әкелінді? Енді біздің негізгі сұрағымыз барлығын табу болды. Енді шешуін жазайық. 2 амалмен орындалады. Ең бірінші біз бәліштердің санын тауып алу керек. 2 есе артық болғандықтан 5-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 10 бәліш әкелінген екен. Енді барлығын табу үшін тоқаштар мен бәліштердің санын қосамыз. Яғни 5-ге 10-ды қосамыз. Тең болады 15. Сонда жауабы барлығы дүкенге 15 тәтті өнімдер әкелінді. Сурет және сызба бойынша есептер құрастыр. 2 тарелка құрт бар, және 6 тарелка бауырсақ бар. Бауырсақ 2 тарелка құрт бар. Енді бізде мына бірінші сызба бойынша есептің қысқаша жазылуын жазайық. Яғни құрт 2 тарелке, бауырсақ белгісіз 6 болып тұр. Демек ол неше есе артық? 3 есе, 3 есе артық. Бізге нені табу керек? Сызба бойынша қанша тарелка бауырсақ бар екенін табу керек. Есе артық болғаннан кейін біз не істейміз? Көбейтеміз. Яғни 2-ні 3-ге көбейтеміз. Сонда 6 болады. Жауабы мысалы үстелде 6 тарелке бауырсақ бар. Енді екінші сызбаны қараймыз. Бұл сызба бойынша біріншісі де, екіншісі де белгілі болып тұр. Яғни сонда
құрт бізде 2 тарелке, бауырсақ 6 тарелке, және сызба бойынша бізге нені табу керек? Барлығы үстелде неше тарелке тағам тұрған табу керек. Енді шешуі. Барлығын табу үшін екеуде белгілі болғандықтан 2-ні 6-ға қосамыз. Сонда 8 тарелке. Жауабы үстелде барлығы 8 тарелке тағам тұр. Теңдеулерді шеш. Бізде 2 теңдеу берілген. Біріншісі бізде қарапайым теңдеу. Бізге бұл теңдеуде бірден белгісіз x-тің мәнін табу беруге болады. Екінші теңдеу бізде күрделі теңдеу. Бұл теңдеуде теңдеуіміздің сол жағында мына айырма берілген. Осы айырманы орындап, оны қарапайым теңдеуге айналдыру керек. Содан кейін барып біз мына белгісіз c-ның мәнін таба аламыз. Бірінші қарапайым теңдеуді шешейік. Бірден x-тің мәнін табамыз. Бір көбейткішті табу үшін, яғни белгісіз көбейткіштің мәнін табу үшін, көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөлеміз. X тең болады 3. 5 көбейтілген 3 тең болады 15. Теңдеудің екі жағын салыстырамыз. Екі жағы да тең. Екінші, мына айырманы орындап алайық. 58-ден 20-ны алсақ, 38. Сонда біздің 38 қосылған c тең болады 40 түріндегі қарапайым теңдеуге айналды. Енді c-ны табамыз. Жаңағыдай, бір белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтып тастаймыз. Тең болады 2. Сонда енді мына бастапқы түрін жазамыз. Яғни 58 пен 20-ның айырмасына қосамыз 2-ні тең болады 40. Тексереміз. 58-ден 20-ны азайтсақ 38, 38-ге 2-ні қоссақ 40, оң жағы да 40-қа тең. Бұл жерде бізде қосынды берілген, демек осы қосындыны орындап тастау керек. С алынған 20 мен 9-ның қосындысы 29, тең болады 60. Енді қарапайым түрге келді, кәдімгідей біз мына с-ны табамыз. С бізде бұл азайғыш болып тұр. Азайғыш бұл бізде айырмадағы ең үлкен сандық болғандықтан біз айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. Сонда с тең болады 89. Енді бұл жерге жазамыз. 89-дан 20 мен 9-ның қосындысын азайтамыз. 20 мен 9-ның қос 29, 89-дан 29 60, оң жағы да 60-қа тең. Енді қалған қарапайым теңдеулерді өздерің шешіп шығыңдар. Нөмірі 5-ші мысал. Есепті шығар. Егер анам қазіргеге қарағанда 2 самса артық пісірген болса, және тағы 10 самса пісірсе, онда 20 самса пісірген болар еді. Анам неше самса пісірді? Бұл есепті бізге теңдеу арқылы шешуге болады. Ол үшін мына мәтінді мұқият оқиық. Егер анам қазіргеге қарағанда, демек бізге бұл жер белгісіз. Яғни қазір ол қанша самса пісірді мамасы? Белгісіз. Сондықтан оны біз x деп алайық. 2 самса артық пісірсе, яғни 2 самса артық болса қосамыз, және тағы 10 самса пісірсе, яғни тағы да 10-ды қосамыз. Онда дейді 20 самса пісірген болар еді. Олай болса тең 20. Сонда бізде қандай теңдеу шықты? X қосылған 2 қосылған 10 тең болады 20 деген теңдеу шықты. Енді ол бізде қандай теңдеу балалар? Күрделі теңдеу. Осы күрделі теңдеуде бізде осы қосындыны орындап тастауға болады. Сонда ол қарапайым теңдеуге айналады. Яғни x қосылған 2 мен 10-ның қосындысы 12 тең болады 20. Енді x-тің мәнін табамыз. Сонда x-тің мәнін табу үшін 20-дан 12-ні аламыз. X тең болады 8. Енді x-тің орнына 8-ді қоямыз.
Енді x-тің орнына 8-ді қоямыз. 8 қосылған 2 қосылған 10 тең болады 20 тең 20. Яғни қазіргі уақытта анасы қанша? 8 самса пісірген екен. Қазіргіге қарағанда 2 самса артық пісірген болса, 2 самса артық болса, онда сол қазіргіден 2 самса артық, демек 8 қосу 2 тең болады 10. Яғни 10 самса пісірген болса дейді, және тағы 10 самса пісірген болса, яғни қосылған 10, сонда 20 самса болар еді дейді. Түсінікті, е? Яғни қазіргі уақытта ол 8 самса пісірді.